Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Бүгінгі қазақ тілі сабағы, қазақ тілі және әдебиет сабағының өткізілуін тамашалаңыздар. Екінші сынып, бірінші бөлім өзім туралы. Тақырыбы кейіпкерлердің киімін, әшекей бұйымдарын суреттеу. Сабақты өткізетін Көкшетау қаласындағы физика-математика бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Оспанова Тілеулес Амантаевна. Тыңдалған сабақтың мақсаты тыңдалған материал бойынша жауап беру және мазмұндау. Баяндау арқылы оқиғаны өз бетінше мазмұндай алады. Оқу түрлері: таныс, жаңа сөздерді қатесіз түсініп, жүргізіп оқиды. Сабаққа қойған жетістік критерийлер: оқушы мақсатына жетеді егер әңгімедегі немесе ақпараттағы негізгі ойды анықтай алады, мәтіндегі таныс және жаңа сөздерді қатесіз түсініп оқи алады. Құндылықтар: сыйластық, еңбек пен шығармашылық, жауапкершілік. Сәлеметсіңдер ме, балалар? Қазір бізде қазақ тілі сабағы. Қазақ тілі сабағын мен сендермен шаттық шеңберінен бастаймын. Еденде күннің, бұлттың, жаңбырдың, кемпір қосақтың суреттері салынған қима қағаздары жатыр. Сендер бүгінгі өз көңіл күйлеріне сәйкес суретті алып, өз таңдауларың бойынша айтып беріңдер. Мен көңіл күйім өте жақсы, өйткені мен мектепке келдім. Көңіл көзін алдым, өйткені мен барлығын көрдім. Мен жаңбырдың алдым, өйткені мен ұйықтаған жоқпын. Өйткені бүгін менің туған күнім. Менің көңіл күйі жақсы, өйткені мен достарыммен мектепке бардым. Менің көңіл күйім жақсы, өйткені біз сондай әдемі жақсы мектепке оқимыз. Мен көңіл көзіні алдым, өйткені мен мектепке келдім. Мен алдым көңіл күйім өте жақсы, өйткені бүгін менің достым туған күні. Мен алдым кемпір қосақ, өйткені бүгін әліпбекте бүгін туған күні. Мен көңіл көзі алдым, өйткені мен достарымды көрдім. Жарайсыңдар, балалар. Қараймын. Менің байқауым бойынша сендер бүгін әртүрлі көңіл күйлерімен келіпсіңдер. Мен сенімдімін. Кімнің көңіл күйі жоқ, сабақтың соңына дейін олардың көңіл күйлері көтеріледі деп. Ал өткен сабақтағы тақырыпты есімізге алу үшін біз сендермен бір ойын ойнаймыз. Ол ойынның аты сиқырлы қорапша. Мына қорапшаның ішінде суреттер бар. Мен кімнің жанына жақындаймын, сол бала суретті алып, бейнеленген затты сипаттайды. Тымақ, тон, етік, шалбар, көйлек,
бас киім, жейде, күрте. Балалар, сендер енді өз суреттерім бойынша сипаттап айтып берулерің керек. Мысалы, тымақ. Бұл бас киім тымақ. Адамдар оны салқын күндері киеді. Әсіресе қыс мезгілінде тымақты теріден жасайды. Бұл тон. Тонды құндыз, түлкі, ешкі, тағы да басқа жануарлардың терісінен жасайды. Жарайсыңдар, балалар. Ал енді, балалар, біз осы киімдер бойынша бір санамақ жаттаған болатынбыз. Кім сол санамақты айтып беремін дедім. Санамақ. Бір дегенім бөрік, кисен бойға көрік. Екі дегенім етік, киер сәнді етіп. Үш дегенім ішік, теріден тігер пішіп. Төрт дегенім тымақ, қыста кисен жылы ақ. Бес дегенім байпақ, іші жылы тайпақ. Ал балалар, тағы да кім айтқысы келеді? Балалар, бұл санамақта киімдердің атаулары бар. Ал қандай киім атаулары бар екен бұл жерде? Бөрік, етік, ішік, тымақ, байпақ. Сондықтан, балалар, қалай ойлайсыңдар? Бүгінгі сабақта біз сендермен не туралы айтамыз? Дұрыс, балалар. Бүгінгі сабақтың тақырыбы кейіпкерлердің киімін, әшекей бұйымдарын суреттеу. Және сонымен қатар біз сендермен киімдер туралы әңгіме жүргіземіз. Әшекей ұғымын білеміз. Сонымен қатар сән үлгісін ұйымдастырамыз. Жаңа әшекей атауларымен танысамыз. Сол атауларды қолдана отырып, әшекейлерді сипаттауға тырысамыз. Балалар, мен сендерге бір сұрақ қойғым келіп тұр. Сендер ойланып, сол сұраққа жауап беріңдер. Киім адамдарға не үшін керек? Дұрыс. Киім адамдарға суықтан, ыстықтан, жаңбырдан, кез келген құбылыстардан қорғану үшін керек. Екінші сұрақ. Адамдар киімдерді қайдан сатып алады? Олар өз таңдауларын қалай жасайды? Не арқылы? Адамдар киімдерін дүкеннен сатып алады. Олар киім туралы ғаламтордан, теледидардан қарайды. Журналдар оқып, жарнамадан біледі. Балалар, міне бізде сурет бар. Осы суретке назар аударайықшы. Осы сурет бойынша біз сендермен мынандай сұрақтарға жауап берейік. Суретте кімдер бейнеленген? Қалай ойлайсыңдар, бұл жерде не болып жатыр? Ал сән үлгісі дегеніміз не? Олар кімдер үшін өткізіледі? Не үшін? Дұрыс, бұл суретте ұл бала мен қыз балалар бейнеленген. Олар сән үлгісі көрмесіне қатысты. Сән үлгісі адамдарға киімді дұрыс таңдап, кию үшін көрсетіледі. Балалар, кім сендерде сән үлгісі көрмесінде болды? Балалар, сондықтан біз сендермен бүгін сабақта
сән үлгісін ұйымдастырамыз. Ол үшін біз шағын сән үлгісін көрсетеміз. Әр топқа тапсырма беріледі. Бұл тапсырманы мына нұсқаулыққа сүйене отырып орындау керек. Балалар, нұсқаулықты оқып шығайық. Бірінші, киім атауларын ата. Екінші, киім кию үшін кім үшін тігілген. Үшінші, олар қандай түсті, немен ерекшеленеді. Төртінші, оны қайда киіп баруға болады. Балалар, сендер қазір сән үлгісіне дайындаласыңдар. Дайындалғанда бұл нұсқаулыққа міндетті түрде сүйену керексіңдер. Яғни, әр топқа мен айтқандай жаңа тапсырмалар беріледі. Бірінші топ қыз баланың киімін сипаттайды. Екінші топ ұл баланың киімін сипаттайды. Үшінші топ мына журналдағы аяқ киім суреттерін қиып алып, оларды сипаттайды. Және төртінші топ мектеп формасын сипаттайды. Балалар, бұл жұмысты қоңырау соғылғанда ғана бастайсыңдар. Ал енді жұмыстарымызды біз қалай қорғаймыз? Жұмыстарымызды біз бағдаршам әдісімен бағалаймыз. Яғни, басқа топтар өз жұмысын қорғауға шыққан кезде орнында отырған оқушылар бағдаршам әдісімен олардың жұмыстарын бағалайды. Яғни, қызыл түс олардың жұмысы нашар деп бағаланады, сары түс жақсы деп бағаланады, жасыл түс өте жақсы деп бағаланады. Балалар, мен сендерге бұл жұмысты орындауға сәттілік тілеймін. Ер балаға, ұлдарға және ер балаларға. Онда қызыл жейде және көк шалбар. Бас киім қара, жасыл және ақ түсті. Оны болады киюге циркаға, әжеге, кафеге, қонаққа. Біздің мектеп формасы оған кіреді көк түсті күрте, галстук, оны түсі қызыл, көк түсі.
көк шалбар, ақ жейде. Бұл қыздардың мектеп формасы. Әдемі блузка, ақ колготка, көк юбка, көк күрте және ақ бантиктар. Оны киюге мектепте киюге керек барлығы күнде. Қыздың көйлегі. Оның сыртында көксе бар. Оның ішінде қызыл көйлек бар. Оның үстінде суреті көгілдір. Оны қонаққа, жазда, тойға киюге болады. Жарайсыңдар балалар. Егер сендердің жұмыстарыңды бағалайтын болсақ, 4-ші топ нұсқаулықтың барлық бөліктеріне жасаған екен. Сондықтан 4-ші топ осы жұмыстың мақсатына жетті деп бағалауға болады. Ал енді балалар, біз сәл демалып алайық. Жарайсыңдар балалар. Біз біраз демалып алдық. Енді мен сендерге бұл сергіту сәтіндегі балалардың үстіндегі киімдер қандай стильге жататынын сұраймын. Сондықтан балалар, айта қойыңдаршы, сергіту сәтіндегі балалардың үстіндегі киімдері қандай стильге жатады? Дұрыс, балалардың үстіндегі киімдер спорттық стильге жатады. Балалар, енді біз сендермен бүгін жаңа сөздермен танысамыз. Жаңа сөздермен таныспа бұрын барлығымыз тақтаға назар аударайық. Не байқадыңдар? Дұрыс, сөздер бізде әр түрлі түсте жазылған. Қалай ойлайсыңдар? Бұл жерде нелердің атаулары жазылған? Дұрыс, әр түрлі заттардың атаулары жазылған. Балалар, сендер бұл сөздердің арасынан қызыл түсті сөздерді дәптерлеріңе көшіріп алу керексіңдер. Ал енді балалар, бұл жерде қызыл түсті сөздер нелердің атауларын білдіреді? Дұрыс, ол бізде әшекейлердің атаулары. Ал әшекей дегеніміз не? Әшекей киімді сәндік үшін жасалынатын бұйымдар және зат.
Ал енді балалар, осы түбір сөздерге қосымшаларды жалғап айтып берейік. Алқа, алқалар, алқаны, алқада. Моншақ, моншақты, моншақпен, моншақтар. Жүзік, жүзікті, жүзікке, сырға, жүзікке, сырға, сырғаны, сырғамен. Білезік, білезікке, білезікті. Балалар, біз сендермен кейбір әшекейлер атауларын білмейміз екен. Оны білу үшін біз сендермен қазір әткеншек ойнаймыз. Әткеншек дегеніміз не? Қазір осы сыныптың қабырғаларында бізде әшекейлердің атаулары жазылған, және бұған бізде түсініктемелер жазылған. Сендер топ-топпен бір атаудың жанына барып оқисыңдар. Қоңырау соғылған кезде орындармен ауысасыңдар. Ал бұл жұмысты орындап болған соң топтарыңға қайтып келіп, бұны талқылайсыңдар. Бұл жерде сендер нені білдіңдер, және өздерің үшін қандай қызықты дерек алдыңдар. Шолпы. Жас қыздар шаштарының бұрымына тағатын әшекей. Ол көптеген күміс тиындардан құралған. Сақина. Әрбір әйел адамның қолында сақинасы не жүзігі міндетті түрде болу керек. Себебі оның жүзігі болмаса, дайындаған тағамы таза емес деп есептелген. Шашбау. Ол шаштың түбіне бекітіліп, шаштың ұшына дейін қоса өрілген. Сонымен қатар, ол шаштың сұлулығын және қалыңдығын байқатады. Білезік. Әдетте сынар қолға немесе екі қолға, екеуін кейде бір қолға тағатын болған. Әдетті сынар қолға немесе екі қолға, екеуі кейде бір қолға, екеуін бірден. Шаштың сұлулығы және қалыңдығын байқатады. Сонымен балалар, қандай жаңа әшекейлер атауларын оқып білдік? Дұрыс, олар шолпы және шашбау. Бұл сөздерді балалар, сендер бұрын жазған сөздерге қосып жазасыңдар. Сонымен жалпы қандай әшекей атауларын біз жаздық? Алқа, жүзік, моншақ, сырға, білезік, шолпы, шашбау. Балалар, қандай қызықты дерек біз өзіміз үшін алдық? Дұрыс, ертеде жүзік тақпай тамақ пісірген адамның тамағы таза емес деп саналған екен. Балалар, ал сендер осы әшекейлерді жасайтын адамдарды қалай атайтынын білесіңдер ме? Әшекейлерді жасайтын адамдарды зергер деп атаймыз. Ондай болса, біз сендермен кішкентай зергер боламыз. Және біз бүгін сабақта әртүрлі әшекейлер жасаймыз. Сендердің парталардың үстінде
әртүрлі заттар салынған қораптар тұр. Сол қораптың ішіндегі заттардан бір әшекей жасап, оны сипаттап берулеріңіз керек. Кәнекей, сонымен жұмысымызды бастайық. Жасалған. Кішкентай алмадан жасалған. Моншақтардың тастарынан жасалған. Оны қонаққа, тойға келге болады. Конфеттер және макарондарлар. Олды болады ма кеуге туған күніге, мерекелерге, кафеға. Динара, сенің әшекейді көрсетші. Бұл жасалған бусинкалармен және макарондарымен және сондай әдемі бантикпен. Бұл макарондар бояумен боялған. Жақсы күн тағатыңыз келеді, Амина? Оны ойына киеді. Ол бусинкамен және макаронмен жасалған. Қане қараңдаршы, үйлесімді ма? Неге үйлесімді деп ойлайсың? Неге? Өйткені ол да қызыл көйлек сияқты. Ол түсінен үйлесімді. Жақсы, тағы кім ойлайды? Жарайсыңдар, балалар. Ал енді балалар, жаңа Лана айтқандай, біздің әшекейлеріміз көп болса, оны біз дұрыс кию білу керекпіз. Және әшекейлеріміз біздің киімдерімізге, не болмаса қолға ұстайтын сөмкемізге үйлесімді болу керек. Жарайсыңдар, балалар. Ал енді мына жерге қарайтын болсақ, біз әртүрлі әшекейлер жасаған екенбіз. Ал енді айтыңдаршы, осы әшекейлерді біз сендермен қайда киіп баруға болады деп ойлайсыңдар? Дұрыс, әшекейлерді адамдар қонаққа барғанда, немесе әртүрлі жиындарға барғанда киіп баруға болады. Ал енді балалар, біздің сабағымызға қорытынды жасайық. Сонымен, қазір сендер орындарында отырып айтып отырасыңдар, біз сабақта не істедік? Ал мен бір парақ қағазға жазып, оны жапсырып отырамын. Сонымен, бүгінгі сабақта біз сендермен жасаған жұмыстарымыз шаттық шеңбері, сиқырлы қорапша ойыны, санамақ айттық, сән үлгісін көрсеттік, топтық жұмыс жасадық. Сонымен қатар сергіту сәтін өткіздік, жаңа сөздермен таныстық, әткеншек ойынын ойнадық, әшекейлер жасадық. Және бүгінгі сабаққа біз сендермен қорытынды шығардық. Жарайсыңдар, балалар, бүгінгі сабаққа біз сендермен мынандай қорытынды шығарайық. Сабақта нені үйрендік және нені білдік? Егер сендер барлығын түсініп, жұмыстарыңды оңай орындасаңдар, онда күліп тұрған смайликтерді көтересіңдер. Ал қиындықтар туған болса, онда мұңайып тұрған смайликтерді көтересіңдер. Міне, балалар, мен қарап тұрмын,
барлықтарын күліп тұрған смайликті көтерген екенсіңдер. Сондықтан мен ойлаймын, мен өте ризамын. Бүгінгі сабақтағы ұғымдарды барлықтарын түсініп, барлық жұмыстарды оңай орындағандарын үшін. Және мен ойлаймын, бүгінгі сабақтың сонында барлықтарының көңіл күйлері көтерілді. Сабаққа қатысқандарыңыз үшін рахмет.